Ассалаумағалейкум, назарларыңызда информбюроның арнайы шығарылымы. В эфире экстренный выпуск информбюро. Студияда мен Мақсат Толықбай және Екатерина Купреева. Жаңа ғана Кәрім Мәсімовтің орнына келген премьер-министрдің есімі белгілі болды. Қазақстан президенті ұсынған Серік Ахметовтың кандидатурасын парламент депутаттары бір ауыздан қолдады. Ал таңертең Нұрсұлтан Назарбаев үкіметі ең ұзақ басқарған Кәрім Мәсімов пен министрлер кабинетін отставкаға жіберген болатын. В Казахстане назначил новый премьер-министр. Кабинет министров возглавил Серик Ахметов. Қазақстан президенті ұсынған Серік Ахметовтың кандидатурасын парламенттегі Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының фракциясы бір ауыздан қолдаған. Ол туралы тіпті журналистермен бұрын мәжіліс депутаты Мұрат Әбен жауап берді. Депутат халық күткен жаңалықтардың барлығын елден бұрын Twitter парақшасына шығарды. Нұр Отаннан соң Ахметов үкімет төрағасы ету туралы ұсынысты коммунистік партияда қолдап шығыпты. Серік Ахметов бұған дейін бірнеше вице-премьер қызметін атқарып келген еді. Айта кетейік, Серік Нығметұлы 1958 жылы 25 маусымда Қарағанды облысында туған. Бұған дейін Теміртау қаласының әкімі, Астана қаласы әкімінің бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрі мен премьер-министрдің орынбасары қызметінде болған. Білетіндер қатардағы инженерден премьер-министрдің бірінші орынбасарына дейінгі үлкен еңбек жолын өткен. Ахметовті әрдайым жоғарғы жауапкершілігімен танылған азамат дейді. Ахметов мырза әсіресе Қарағанды облысының әкімі болып тұрғанда Қасым Аманжоловтың 100 жылдық мерейтойын арқа төсінде дүбірлетіп өтуіне ықпал еткен ұлтжанды азамат ретінде ел есінде қалыпты. Сондай-ақ өңірдің агроөнеркәсіп кешенін дамытып, егістік алқаптарға химикат себетін шағын ұшақтар жасайтын зауыт салдырған. Ал Ахмет премьерлікке тағайындалғанына жарты сағат өткеніне қарамастан экс-депутат жаңа төраға туралы жақсы пікірін айтып үлгеріп қалды. Қарағанды үлкен индустриалды аймақ, сол аймақта үлкен Сайфуллин атындағы театрдың іске қосылуы керемет емес пе? Қасым Аманжоловтың мерейтойы қалай өтті? Сондықтан да мына Қарағандыдағы ұлттық ринг көбейді. Сондықтан да кешегі министр болған азаматтың бүгін үкімет басшысы болып келуі ол жаңа қуат, жаңа көзқарас әкеледі ғой деп ойлаймын. События сегодняшнего дня развивались стремительно. Утром президент подписал заявление об уходе Карима Масимова. Ближе к обеду его уже назначили руководить администрацией президента. И вот в эти минуты стало известно имя нового главы кабинета министров. Им стал вице-премьер Серик Ахметов. Одним из первых эту новость сообщил в своем твит-блоге депутат от партии власти Мурат Абенов. Кандидатуру Серика Ахметова предложил президент на встрече с руководителями партийных фракций. Депутаты его поддержали. Свою трудовую деятельность Серик Нигметович начал с Кармедкомбината. Проработал там до середины 90-х. В 95-м его назначили генеральным директором Казахстанской агропромышленной биржи Кендала. Спустя 2 года он стал государственным инспектором администрации президента. В 2001-м вернулся в родной Темиртау Акимом. Также работал в администрации президента, в Союзе предпринимателей Казахстана Атамикен, был министром транспорта и коммуникаций, заместителем премьер-министра Казахстана. До сегодняшнего дня Серик Ахметов занимал пост первого вице-премьера. Естеріңізде болса, Кәрім Мәсімов билік басына келген күні үкімет отырысын қазақша сөйлетіп таң қалдырған еді. Бірақ Мәсімовтің қазақшасы 5 жылдың ішінде бірде-бір министрге жұғысты бола алмаған өкінішті. Айта кетейік, президент Мәсімовтің отставка кету туралы арызын бүгін таңертең қабылдаған. Саяси өмірдегі бұл жаңалығын Кәрім Қажымханұлы Твиттердегі жазбасында елбасына отставка кету туралы арыз өткіздім, отставка қабылданды деп көрсеткен. Ал әзірге Кәрім Мәсімов тарихта Қазақстан үкіметін ең көп басқарған премьер-министр ретінде қалуы мүмкін. Кәрім Мәсімов 2007 жылдың 10 қаңтарынан бастап 5,5 жыл Қазақстан Республикасының премьер-министрі қызметін атқарды. Оның премьерлік жылдары Қазақстандағы дағдарыс пен күрес мезгілімен есте қалады. Мәсімов дағдарыс жағдайында еліміздегі ірі банктерге мемлекеттік көмек жасаған, сол арқылы үлескерлер мен ипотека мәселесін шешпек болған премьер. Банк саласында ұзақ жыл қызмет атқарған Мәсімов мырза халыққа жаңашыл бейнесімен көрінгісі келіп, жеке Twitter парақшасына не істеп, не қойғанын жариялап отырды. Алайда Мәсімов үкімет тұсында Қазақстан экономикасында айтарлықтай реформалар жүрді деп айту қиын. 30 корпоративті көшбасшы, индустриалды инновациялық серпінді жобалар сияқты бағдарламалар қабылданғанымен оларды аяғына жеткізу мүмкін болмады. Әрбір сайлау, әрбір саяси өзгерістер болған сайын саясаттанушылар мен билікке жақын топтардың арасында Мәсімовтің орнына Өмірзақ шүкейіп келеді екен. Серік Ахметов әне-міне премьер болады. Аслан Мусин үкімет басқарады екен деген қаңқу сөздер айтылды. Алайда президентке қызметтен кетсем де сіздің командаңызда қала берем деген Кәрім Қажымханұлы осылайша 5 жылдан астам үкімет басқарды.
В первой половине дня стало известно, что экс-глава Кабмина Карим Масимов возглавил администрацию президента. Ранее президент освободил его от должности премьер-министра в связи с поданным заявлением. Карим Кажимханович считался премьером-рекордсменом. Он руководил Кабмином 6 лет. Свою политическую деятельность он начал с должности советника торгового представительства СССР в Китае в 1991 году, сразу после завершения учебы в Пекинском университете. Затем работал специалистом в Министерстве труда в банках торговых представительствах в Китае. В 2000 году Масимов был назначен министром транспорта и коммуникаций, потом заместителем премьер-министра, министром экономики, помощником президента. В январе 2007-го Масимов возглавил правительство и уже не уходил с поста премьер-министра. Даже после распусков Кабмина его назначали на эту должность снова. В историю он войдет как премьер-долгожитель. Карим Масимов активно поддерживал спорт, возглавлял ассоциации тайского бокса и тэквондо. Первым из политиков начал пользоваться соцсетями. Вот и сегодня о своем заявлении он сразу же написал в Твиттере. За отставкой тут же последовало новое назначение. Карим Масимов возглавил администрацию президента. Үкімет қандай реформалар жүргізсе де, оның жемісін көретінді немесе зардабын тартатында халық. Сондықтан халықтан Мәсім үкіметі сізге не берді, немен қуантты, немен ренжітті деп сұрап көрген едік. Білмеймін, мен ол кісінің жұмыстарын. Жалпы мен Карим Масимовтың орнынан кеткеніне өзім қуаныштымын. Оның орнына басқа адамның келуін қалайтынмын. Ол кісінің жұмысы енді елбасынан нетіп екеуі істеп жатыр ғой жұмыс. Ол ризамын жұмысына екеуіне де ризамыз. Елбасына да оған да. Премьерінің бәрі не істейді? Назарбаев айтқан сөзді істеп жатыр. Аман болсын. Хочу напомнить, что новое правительство станет 8-м по счету. Первым премьером был Сергей Терещенко. Затем Кабмин возглавляли Кижан Кожегельдин, Нурлан Балгимбаев, Касым-Жомарт Токаев, Мангалит Асмагамбетов и Даниал Ахметов. Чем запомнился депутатам и рядовым казахстанцам премьер Карим Масимов в нашем опросе? Правительство Масимова, на его плечи легла программа индустриализации в нашей стране. А эта программа долгосрочная. То есть начало, должно быть и завершение. То есть они сделали очень много. Человек, мне кажется, грамотный. Я слышала, что он знает китайский язык, если я не ошибаюсь. Образованный. Рад то, что он вообще ушел от своей деятельности, работы. Вот. Может, станет нам легче. Ал сарапшылар премьер-министрдің орнынан кетуін оң өзгеріс деп бағалайды. Айтуларынша елімізде бұрын соңды Мәсімовтің тұсындағыдай жаппай қымбаттаушылық болған емес. Бұл үкімет, шын айту керек, өзінің мүмкіндіктерін, потенциалын және елдің алдында тұрған үлкен мұраттарға тиісті жұмыс жасаған жоқ. Және сол өзіне жүктелген міндеттерді атқарған үкімет емес. Ең мысалы үшін бар үкіметтің енді Қазақстанның тарихында ең мүмкіндігі көп болған үкімет осы болды. Бірақ шын айту керек, халықтың ықыласы, ықтияры, сенімін ақтаған жоқ. Ал өткен жұма күні президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин қызметінен кеткен болатын. Сонымен бұған дейін Атырау облысының әкімі Берге Рысқалиев орнынан босаған соң, көп ұзамай Аслан Мусинді тағын өзгеге тапсырады деген қоғамдық пікір шындыққа айналды. Аслан Есболайұлы қазіргі уақытта республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы болып тағайындалып отыр. Ал дәл осы жаңа ғана президент жарлығымен Кәрім Мәсімов Аслан Мусиннің орнына президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Сондай-ақ елдің саяси өмірінде қайырсыз жұма талып кеткен аптаның соңғы жұмыс күнінде өзге де өзгерістер орын алған еді. Аслан Мусинге орын босатқан Омархан Өксікбаев мәжіліске барып жайғасса, осыған дейін президенттің іс басқарушы болып келген Серік Үмбетовке де депутаттық мандат берілді. Ал президенттің іс басқарушы болып Абай Бейсенбаев тағайындалды. Әзірге осы біз барлық өзгерістер мен жаңалықтар туралы сіздерді хабардар етіп боламыз. Кешкі сағат 7-де және 8-де информбюроны жіберіп алмаңыздар. Мы следим за событиями и будем держать вас в курсе. До встречи.